Бүгінде Түркістанда сәні қашқан саябақтардың саны артып келеді. Қаламыздағы демалыс орындарының бірнешеуіне бас сұққан болатынбыз. Тиісінше баяғы жартас сол жартас болып тұрғанына көз жетті. Бұл сол кезде Ордабасы ауданы әкімі болған Нұрбол Тұрашбековтің қаламыз облыс орталығы атағын алғанда сыйға тартқан Барак Сұлтан деп аталатын алиясы болатын. Тарихымызда Барак Сұлтан дегенде ең әуелі еске түсетіні орта жүздің Найман тайпасын ұзақ жылдар бойы билегені болса, екіншісі кіші жүздің ханы болған Әбілқайырдың жанын алғаны. Тарихтан алыстап саябақтың мәселесіне кідірсек, байқағандарыңыздай саябақтың қазіргі жағдайы көз көріксіз күйге түскен. Отбасымен серуендейтін, бос уақытты өткізетін орындардың аздығын былай қойғанда, қаладағы саябақтардың күтімі бақылаусыз, билік назарынан тыс қалғандай. Тыс қалғаны сонша, аталмыш аллеяның 3/1 бөлігін өрт шалып, жасыл желектер қара түске боялған. Кім білсін, аллея ішіне өскен шөптерді тазартуға ерініп, өрт шалғанына іштей қуанған да болар. Бұл біздің қиял ғана. Сонымен қатар, аллеяның қақ ортасын қоқыс қалдықтары басып жатқанына да көз жетті. Осындай оқылықтарды өз көзімізбен көргенде, қиялдан туындаған әңгімелеріміз рас болып көрінеді. Ержан Смағұл, Жаңа Тұран, анық ақпаратпен жедел жаңалық.